Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін біз сіздермен Live Worksheet қосымшасында жұмыс жасауды үйренетін боламыз. Бұл қосымша арқылы біз интерактивті тапсырмалар әзірлейміз. Іздеу жолағына Live Worksheet деп жазсаңыздар, осындай жұмыс парағы шығады. Онлайн қосымшадан сіздер өз пәніңізге қатысты әртүрлі онлайн интерактивті жұмыс парақтарын алумен қатар өздеріңіз де түрлі интерактивті жұмыс парақтарын әзірлей аласыздар. Әдеттегідей электронды поштаңызды енгізу арқылы бұл сервисқа тіркелесіздер және де создать интерактивные рабочие листы дегенді басу арқылы өздеріңіз алғашқы жұмыс парақтарын әзірлейсіздер. Создать рабочие листы деген тетікті басқаннан кейін сіздерде осындай нұсқаулық шығады, видеосабақ шығады және начать деген шығады. Біз начать дегенді басамыз. Бұл онлайн сервисте тапсырма әзірлеудің бір ерекшелігі, сіздер алдын ала PDF нұсқада осы сервисқа салатын барлық тапсырмаларыңызды дайындап аласыздар да, одан кейін выбрать файлды басу арқылы PDF файлыңызды осы жерге жүктейсіздер. Мінекей, менде осындай жұмыс парағы ашылды. Бұл әзірге интерактивті емес. Қазір біз осыған интерактивті элементтерді қосатын боламыз. Бірінші тапсырманы енгізейік, яғни бұл бірінші суретте сөздерді дыбыста деген тапсырма ұсынылған. Біз әр суреттің астына қажетті ұяшықтарды сызамыз. Ол үшін сіздерде қараңыздар, курсивтарыңыз бірден осындай қосу белгісімен шығады. Осының бұрышынан сіздер тартатын болсаңыздар, осындай ұяшықтар әзір болады. Және де осыған енді біз дыбыстау режимін қосу үшін ағылшын тілінде listen және де жақшаның ішіне каз деп жазамыз және қажетті сөзді қазақ тілінде жазасыздар. Мысалы, мынау бірінші сурет, ол су көлігі. Яғни бұл код, listen деген ол код болып есептеледі. Дәл солай барлық сөздерге қатысты ұяшықтарды осы ретпен жасап шығасыздар. Келесі екінші тапсырмамызды енгіземіз. Біздің екінші тапсырмамыз ол көп нұсқалы жауаптан тұратын мынандай тест болып есептеледі. Біз осы таблицаның ішінде жауап жазатын ұяшықтарға осылайша жаңағы курсивтің көмегімен жеке-жеке ұяшықтарды сызып шығамыз. Енді осының қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс екенін анықтау керек. Дұрыс жауаптар үшін ұяшықтағы қай ұяшықта дұрыс жауап орналасқан, соған select ағылшын тілінде қос нүкте yes деп жазамыз. Ал егерде ол ұяшықтың жауабы қате болатын болса, select қос нүкте no деп жазамыз. Яғни барлығы да ағылшын тілінде жазылуы керек. Барлық ұяшыққа осылай жазып шығасыздар. Енді екінші лупаның белгісі тұрған тетікті басу арқылы біз өзіміздің тапсырмамызды тексеріп аламыз. Оқушыларға ұсынбас бұрын осылай тексеріп алған жөн. Келесі тапсырма бос орынды толтыру тапсырмасы. Жоғарғы жақта сөздер ұсынылған, төменгі жақта сөйлемдер. Енді осы сөйлемге біз сөзді сүйретіп алып келуіміз қажет. Ол үшін мына тұрған сөзді ұяшыққа енгіземіз. Жоғарғы жағына drag қос нүкте 1 деп жазамыз. Енді ол сөзді төменде орналасқан сөйлемнің қай жеріне апарып қоюымыз қажет. Сол сөз сәйкес келетін сөйлемді анықтап, бос тұрған орынды ұяшықпен белгілеп, және сол жерге drop қос нүкте 1 деп белгілейміз. Осылайша барлық сөздерді сөйлемге орналастырып шығамыз. Яғни келесі сөз drag қос нүкте 2 және де орналасатын орны drop қос нүкте 2.
Осылайша үшінші және төртінші сөздерді реттілігімен орналастырасыздар. Әдеттегідей тексереміз. Мінекей біз орнынан қозғалтып көрсек, мінекей осылай орнынан қозғалатын интерактивті тапсырма шықты. Келесі тапсырманың түрі ол бізде тест сұрақтарына жауап беру болып табылады. Яғни осындай бірнеше нұсқадан тұратын тест сұрағына жауап береміз. Әдеттегідей әр жауап нұсқасын бөлек ұяшықтарға бөліп аламыз. Алдындағы тапсырма секілді, бұл жерде дұрыс нұсқа болса select yes дейміз, ал егер де қате жауап болса select no дейміз. Осылайша әр жауап нұсқасына жеке-жеке жазып шығамыз. Келесі тапсырма ашық сұраққа жауап жазу. Мінекей бос орынға біз ұяшықты сызамыз. Болды, басқа ештеңе жасамаймыз. Осы жерге жауабын жазатын болады. Келесі тапсырманың түрі осы интерактивті парақшаға видео қосу. Осылайша бос ұяшықты енгіземіз және де қойылатын видеомыздың сілтемесін көшіріп алып келіп, осы бос ұяшықтың ішіне қоямыз. Одан кейін жанында сәйкестендіру тесті тұр. Яғни осы сәйкестендіру тестін енді қалай ұйымдастыруға болатынын қараймыз. Енді әдеттегідей осы сәйкестендіру тестінде ұсынылған әрбір тіркесті жеке осы ұяшықтарға бөліп аламыз. Одан кейін бұған біз коды, бұл сөздің коды join қос нүкте 1. Және де оның дұрыс жауап нұсқасы екінші бағанда орналасқан, оған да join қос нүкте 1 деп жазамыз. Яғни әр дұрыс жауапқа сәйкестендіріп бірдей болу керек, кодтары бірдей болу керек. Мысалы, екінші газет деп тұр, ол join 2 болады, және оның дұрыс жауап ретінде екінші бағанда ол да join 2 болады. Осылайша барлығын қойып шығасыздар, және де біз тексеріп көреміз. Мінекей бізде видеосы ойнап тұр, және де сәйкестендіру кезінде барлығы да осылай қарындашпен сызылатындай етіп әзірленген. Мінекей біздің интерактивті парағымыз дайын болды. Енді қазір біз сіздермен осыны сақтап, қалай оқушыларға жіберетінін көретін боламыз. Үшінші бағанда ол мінекей save сохранить деген бар. Екі түрлі нұсқамен сақтай аламыз. Біз барлық мұғалімдермен бөлісе алатын жағдайдағы бірінші нұсқасын таңдаймыз. Одан кейін сіздерде мынандай ақпараттарды толтыруға арналған баған шығады, барлығын толтырасыздар толыққанды. Одан кейін өзінің негізгі сипаттамасын енгізесіздер. Одан кейін сейфті басамыз. Мінекей мына кезде сілтемесі көрсетілген, осы сілтемені біз оқушыларға жібереміз. Қазір Open Worksheets дегенді ашқан кезде мінекей біздің тапсырмамыз ашылды, және де біз ол тапсырмаларды орындап көрсек, мінекей интерактивті түрде орындалып тұр барлық тапсырмалар, және де мына тесттерді таңдаған кезде де барлығы тұр. Көріп тұрсыздар. Мұны сәйкестендіру тесті. Яғни оқушылар дәл осылай орындай алатын болады. Финишті басамыз. Мына жерде екі түрлі жағдайда көруге болады. Бірінші жағдайда маған көрінеді, екінші жағдайда мұғалімге жібере алады. Мінекей менің қате кеткен тұстарым көрініп тұр. Жоғарғы жағында 10-нан 8 ұпай алдым деп көрсетіп тұр. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.